Всем доброе утро. Бүгінгі менің таңым 5:30-нан басталды. Неге десеңіздер, Love Story түсіріп жатырмыз. Содан бүгін таңым ерте басталғаны бар. Сәл ұйқым қанбай қалғаны да бар. Неше енді бүгін адышы шашайын деп тұрмыз. Қазір бірінші локация теннисқа келдік. Съемка болып жатыр. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, береке тіледім. Аман болыңыздар, жұмыстарыңыз алға жүре берсін, отбасыларыңыз аман болсын жандар. Шашым өсіп кеткені білініп тұр енді. Бірақ мына сақалды алып тастаймыз ба, не істейміз өзі? Айтыңыздаршы бір ойларыңызды. Мен өзім андай пассивный отдыхтарды жақсы көремін да. Пляжда жатып, күнге қыздырылып, бірақ өзім жүзе алмаймын. Мен жалғыз емес екенмін. Міне, мен де жүзе алмаймын. Екеуміз күліп жатырық қой. Жүзе алмаймыз деп. Біз мына жақтағылар күліп жатыр. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бізде крышаның қай деңгейіне жеткенімізді сіздерге бір көрсетіп кетейін. Алла қаласа ертең шестигранитті жалғастыратын боламыз. Бұл жақтың жұмысы өте қиын. Қиын болғаннан кейін бұны ертеңге қалдырдық. Мына жағы полностью бітті Алла қаласа. Қазір сіздерге алыстан көрсетем. Мына жақ беті до конца бітті бұйырса иншалла. Міне, мына беті бітті. Бұл бетін бітірдік па? Мына беті де бітті. Ең маңызды конверттердің бәрін бітіріп алдық. Қалғандарын Алла қаласа. Ертең өз азғана жұмыс қалды. Ертең үлгеріп полный аяқтап кету керек болып тұр. Мына беті полный бітті. Көріп тұрғандарыңыздай. Аллаға шүкір. Енді бізде қалғаны мына беті. Осы беті қалды Алла қаласа. Қазірге де бұны да көрсете кетейін дұрыстап. Таразға келдік. Тараздан өтіп, бензин құйып, кішкене бел жазып, бой жазып, әрмен қарай Қызылордаға қарай кетеміз. Шымкентте погода плюс 76. Салым салып келатыр мына ағаш. Әлі жете алмай келатыр мен. Қайырлы күн.